Қазіргі мысалы бүгінгі күніде балаңыз жазғы демалыстарда мектеп бітіргеннен кейін 2 айға бір медресеге барып бер Алланың тәрбиесіне деген нәрсе сол. Бер ана баланы. Әйтпесе ол үйде жаңағы телефонды шұқылап бер, апарып таста 2 айға бір медресеге апар. Құранын оқысын. Алғашқы 10 күнде ол жылайды, нетеді. Өйткені нәпсі деген қаламайды оны. Сосын үйренеді ол. Мынау жақсы нәрсе екен ғой деген нәрсеге келеді ол. Егер сен соған шыдасаң, ол да соған шыдаса. Көрдіңіз ба? Сол нәрсеге қарай бер, оқысын. 2 айдан кейін үйіңізге келгенде анау мүлде басқа бала болып келеді, көресіз. Жылайсыз сол кезде. Сол кездегі көз жасын ғана Алла анаған көз жас шығар. Ана балаңыз келіп басқаша сөйлейді. Аузында Құраны бар, дұғасы бар. Намазым болып қапты ғой дейді. Сен жыламай не істейсің? Қасыңда жүргенмен не істейді? Не бересің сен? Не бересің? Міне, сондықтан не істеп жатыр? Міне, Закарияның қолына берілді. Сол сияқты жазды күндері мектептен алып сол жаққа бер, рахаты сол жерде. Бала шаршап қалады, қиналып қалады деген нәрсені ол қиналмайды ештеңкеге. Баланың бойына энергияны салып берген. Баланы құр басын қатыратын нәрсемен шаршатпау керек. Сонда ғана шаршап кетеді олар. Ал жақсы нәрсе ешқашан шаршатпайды. Көрдіңіз ғой? Осылайша сол балаларды тәрбиелеу сіздің қолыңызға берілген. Бірақ сіз оны аяп ұстап отырасыз, аяп. Қай жаққа ұстап отырғаныңды өзің білмейсің. Одан кейін сіз оны аяп ұстай бергеннен кейін одан не шығады ертең, айтыңызшы. Сенің ксерокопияң шығады. Қайтесің өз ксерокопияңды қайталап, қайтесің. Біз қазір не бере аламыз біз? Асып кетсін. Көрдіңіз ғой? Сосын оған өзің бір керемет нәрселерді үйрететін сияқтысың. Бағанағы нәрсе ол. Бер, жаңағы каникулында медресеге қарай. Ана мектепте, бәленбай неде мектепте жаңағы өзінің айналасындағы балалар қазір күлісі телефонда неше түрлі толады ғой мына жаққа. Ана 2 айда күлісін қуып шығады. Тап-таза болып каникулда келеді. Сосын қайтадан күресуге мектепке келеді. Қайтадан каникулда жаңағындай болады деген нәрсе. Сол тек қана жаңағы оқытуға, сөйтіп Құраныңды оқыт, неңді оқыт, қабілетін көр. Ұстаздар айтсын, надан қари шыға ма, надан не шығады, надан ары қарай былай оқыту керек па. Сосын ауылға барып кел бір 10 күнге. Қой бақтырып қой, жылқыға мінгіз, көрсін кең даласын. Өссін, шықсын ана 4-5 нәрседен шықсын мына кең нәрсеге. Оны сен істемесең, қайдан істейді ол? Алла Тағала солай қылған өмірді реальный. Егер со бетінде өтетін болсаң, со бетінде өтесің дейді. Міне. Егер тұрмысып мына кісілер сияқты нәрселерді сұрап істесең, онда осы кісілердікі қайталанады дейді сенің өміріңде. Өйткені Алланың кеңшілігі өте зор. Өзің риза болатындай қылып берші.